Кешақ достар, бүгін 16 қазан, Шығыс шаһардан сәлем, баршаңызға жаттығу залына бізде бүгін жаттығу залына келсек, бізде бүркіт арнайы мақсаттағы жасақ, спецназ бүркіт дейміз, сол жерде істеген Марат ағамыз жүр екен. Енді ол кісі сол әскерилер арасында рекордты ешкім бұза алмады. Ол кісі 47 жасында күрең берет дейміз, крапы беретті орындады. Өте қиын оны алу деген екінің бірі қолынан келмейді. Сондықтан ол кісінің рекордын әлі ешқайсысы бұза алмады деп ойлаймын. Енді қазір Марат аға өзі айтады фактіні. Жақсы, сол Марат ағадан үлгі алайық. Ол кісі қазір алып салды да, міне залдан шықпайды, волейбол ойнайды, және де ең бастысы ол ұрпақ тәрбиелеп жатыр әскери өнерге. Сондықтан достар, баршаңыз сәттілік, сіздерге де бір пайдалы ақпарат болсын деп. Аман болыңыздар, жауаптарыңыз күтіңіздер. Есіміз аға? Марат. Марат бүркітті істеген 45 жаста күрең, 47 жасыңызда сіз күрең берет алғасыз, иә? Міне